Аңызға айналған үстін жүн басқан тіршілік иесін айтайын. Кезінде жоғалған. Маймыл да адам да емес. Бірақ оның есімі көп. Вообще-то менің атым Сьюзан. Сьюзан? Иә, Сьюзан. Ол қыздың аты ғой. Дұрыс айтасың. Әдемі екен. Мен жабайы әлемдегі жақсы білетін адамды іздегем. Как раз сен әлемдегі керемет авантюристсің. Саған конкретно менен не керек? Жалғызсырап, атадан қалған соңғы тұяқ. Бірақ әлемнің басқа жерінде туыстарым бар екен. Мыналар ма? По-моему, олар менің бөлелерім. Сол жаққа апаршы мен. Мен саған жігіттік сөзімді берем. Жарайды, ол не? Не ол? Сөзің. Жалпы айтқаным ғой. Сонымен не ол? Біздің жүретіміз ұзақ. Бізге карта керек. Мынаны сындырып кіреміз ба сонда? Өрмелеп шықты, мені тартып ал. Красавчик. Рахмет. Енді сенің туған ауылыңа бару үшін үстіңе үлкен маскировка жасау керек. Ой, бұл мына жігіт өзінен өзі ұшып кетті ғой. Қандай тілде сөйлейсің өзі? Көрейік, бүкіл әлемді аралап өзің бауырларыңды тапқың келе ма сонда? Таудың арасымен тез өтетін жолды білем. Гаму атаға ма? Не, айтсаң да айта бер, бірақ тауықты айтпа. Тауықсыз, все, бол. Аса мәртебелі Гаму. Сізді құрметтейміз. Тауықсыз деп едіңдер ғой. Жеңіл жол болмайды, бірақ сенің туған жеріңді тауып береміз. Балан лақтырсайын! Ұстадым! Шымкент па? Біздің тілде Нені білдіреді? жоғал сен жек көрем. Мені көтерде лақтыр. Сені көтеруге әлім жетпейтін сияқты. Жоғай, ал, бар күшіңмен лақтырып көрсей. Айттым ғой саған, менен көрмейін. Давай тағы бір рет.